Мінекей. Ассаламу алейкум. Сағат 9-дан 50 кетті. Бүгін плюсовой температура. Плюсовой болғанда түнде мұз қатпаған. Түнде мұз қатпапты. Тұр былай қарай. Ақтөс. Кел. Малды шығарамыз, кел. Шықсын мал, кел. Өздері шығады ғой. Негізінде. Біреулер жаңағы неде комментарийді айтыпты. Қойларын күйі нашар, анау деп. Бар арасында. Сортировка істеген жоқпын биыл мен. Кәрі қойлар басқаларды неған жоқпын. Сол жүр арасында. Общий әдемі. Міне, көрсеңіздер болады. Қойларын күйі нашар дейді, басқа дейді. Ондай емес. Арасында бар. Паршивый овца бәр жерде болады ғой дегендей. Паршивый овца везде является, кездеседі. Ну, в основном жақсы. Шүкір Алла. Мына шашқан 15 пресімізді жеп не алды. Сосын тағы да жаңағыдай біреулер айтыпты. Қоран ішіне шашпа. Қырғызстан жігіттер ау деймін. Қырғызстан бауырлар ау деймін. Қоран ішіне шашпа, андай болады, мынандай болады, жемейді деп. Жақсы жейді. Мына астында қалған шөбі өздеріне подстилка. Екіншіден бұл жерде айтып тұрмын ғой, мына бір, мына жақта екі, мына жақта үш көрші бар да. Олардың сиырлары бар, жылқылары бар. Сосын бұл жерде тағы да біз жабайы деп айтамыз, үйірлер жүреді. Егелер Астанада ма, Алматыда ма, білмейміз қаяқта екен. Бірақ сол үйірлер келеді. Мына шашқан шөпке сөйтеді, ешқандай қойға жеуге мүмкіншілік бермейді. Сосын бұл жерге шашқаныңны аңдып отырасын, айдап отырасын. Сондай болады. Қойлардың күйі. Төмен екен, анау екен дейді. Нормально. Аллахқа шүкір. Бұған да шүкір. Бар арасында, кішкентай қозыларым бар, басқаларым бар. Кешті болған. Былтыр мен қошқарларды кеш бөлгенем. Май, июньде туғандары бар. Солар енді сәл нашарлау. Бірақ көктемде, құда қаласа, көктемге келінсе, көкке келінсе, бәрі де жақсы өсіп кетеді. Ешқандай не алмайды. Кішкентай қалмайды, өсіп кетеді бәрі. Мынау сияқты мына кішкентайлар бар. Бәрі де өсіп кетеді. Құда қаласа. Осылай. Мына малды шығарамыз қазір уже. Мал шығады осымен. Мен әлі киінген жоқпын, қазір жеңіл киініп тұрмын. Құда қаласа. Киініп шығам. Мал пока бетіп, жайылып шығам дегенше. Мына, ешқандай бір арық емес, нормально. Құйрықтары бар. 1-2 кило құйрықтары бар. Арасында бар мына, ортада біреу кетіп бір жатыр. Сол сияқтылар. Бірақ көп емес. Бір-екеу видеоға түсіп қалған ау. Мен қалай түсірсем солай салам ғой. Сол себептен жаңағы көзге көрінеді. Бірақ дұрыс, комментарий жазған дұрыс. Өте жақсы. Көрген нәрселеріңді жазыңдар. Ошибкалеріңді турлаңдар. Мына қараңдар. Доңғақтап не қылады. Тойып жүрген, тойды деген сөз ғой мынау. Мынаның бәрі міне доңғақ. Қойдың, малдың осындай нәжісіне қарап, малдың денсаулығын білесің, малдың тойғанын білесің. Доңғақтайды. Әлі міне, бір емес, екеу емес, міне доңғақ. Мынау міне доңғақ. Мынау да міне. Мынау доңғақ міне қара. Бұл яғни мал тойып жүр дейді. Ол жаңа көрсетіп неғып атқаным, себебі біреу айтады, 15 пресің аз ғой, қоссай дейді. Мені 15 престен мен осындай қалдырмайды. Жеп қояды. Бұдан кейін мені сағат 10-нан бастап, практически 4,5-5-ке дейін ғой, жайылады мал. Яғни 7 сағат жайылады. 7 сағат жайылған кезде тояды. Жақсы тойып атыр мал. Ол просто мына подкормка болып атыр ғой маған. Азанда подкормка и обедтен кейін подкормка. И себебі мына
Қазір ары қарай тағы да түсірем қарды. Шөпті көрсетем. Көк шөп, көктің иісі мүңкіп тұрады. Көкке жүгіреді ғой бұлар. Вроде бы декабрь 26-сы. Бірақ бізде көк жеп жүр бұлар. Жаңа жусанның астынан неден көк жейді. Қойларды көрсеңдер. Бәрі жайылып отыр, әдемі жайылып отыр. Осылай өздері баратын жеріне барады, біраз айналып жайылады. Сонымен кешке жайлап үйге қайтады. Ал жерді көрсетейін десем, жусан. Жусанның түбі. Жусанның түбі көк тола. Осының арасын бет түртіп жейді. Ивермек деген тікендерді алып тастайды. Мұрынмен итеріп жеп кете береді. Осылай. Жусан өзін жейді мұны дәндер түрелі. Осында жейді бұл сәлі әш шешіп, бірақ сонда да жейді. Осылай. Осылай 7 сағат жайылады. 6 сағат, 7 сағат жайылады. Одан кейін ғана үйге барып, кешке күйіс қайтаруға жаңағыдай. Тағы да 15 прессін шашып қоямыз, соны жеп, азанға шейін жатады. Бізде қораға қамай бермейді, қорада қамаса терлеп, биттеп кетеді істері көбінесе. Сол үшін тек қана жауын кезде, қатты бір боран кезде болмаса, бұлай қаған уақытта бәр кезде сыртта жатады далада. Қойдың үстінде өздерінің жүні бар, олар жаурамайды. Олар адам сияқты емес. Үстіне куртка киіп басқа қып жүретін. Өздерің еске алып көріңдер ата бабамызды, баяғы заманда көшіп жүрген ата бабамыз. Олар да ешқашан малды қамамаған қораға. Қора соғуға да уақыт болмаған оларда. Қыстыққа кетеді, жайлауға көшеді, қыстыққа көшеді, қыстауға. Сөйтіп жүріп, жайып жүре берген, сол сияқты. Жаңағыда если қамайтын болсан, ол жерде сырость болады да, сырость болғаннан кейін қойлардың үсті биттеп кетеді. Сондай қауіп бар. Сол себептен қамамаймыз. Көп комментарийде жазыпты. Қораға қамамайсың ба, жаурайды, анау дегенде. Жоқ. Бұлар адам сияқты емес қой. Бірін-біріне қатты суып баратса, үймелеп, бірін-біріне не қылады да, оралып, бірін-біріне тақалып жата береді. Ешқандай проблем жоқ. Бұл бірінші жыл емес, жылда сөйтеміз. Сол себептен ол проблема емес дегенде. Сол. Видео ұнаса подписка жасап, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Әрқашанда қуаныштымын мен сіздермен сөйлесуге комментарийда. Жауап берем әр комментарийға, сұрақ қойсаңыздар. Осы. Қазір сағат 11 болып қалды. Азанда сағат 10-дарда шығарғам. Малдың алдына келдім, қайтардым. Енді жайлап, осылай жайлап, қайырылып үйге қайтады. Өте қуаныштымын. Сіздер мені көргендеріңізге Алла разы болсын баршаңызға. Әр қазағым бай болсын, иншаллах.